Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, супер мега сочный етті бәліш жасаймыз. Ол үшін бір ыдысқа қайнаған су яғни құйып аламыз жылы температурада. Оның үстіне сүт құямыз. Енді үстіне тұз қосамыз және қантымызды саламыз. Қажетті мөлшерін әдеттегідей видеоның астына көрсетіп қойдым. Енді үстінен сұйық майды құямыз. Және дрожжымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Және араластырып отырып, үстінен ұнды саламыз. Сөйтіп қамыр илейміз. Осы рецептпен жасаған қамырларыңыз өте дәмді, сондай сочный болып піседі. Өкінбейсіздер жасап көрсеңіздер. Осылай қамырымызды илеп алып, бетін жауып жылы жерге қойып қоямыз. Енді начинкасын, яғни салмасын дайындаймыз. Ол үшін осылай картофелімізді кубиктап тураймыз, пиязды тураймыз. Және мен фарш қостым. Өздеріңіз қалауыңызша етті турап салсаңыздар болады. Барлығын бір ыдысқа салып, тұз бен қара бұрыш салып, қалауларыңызша жақсылап араластырамыз. Және салмамыз құрғақ болмас үшін үстіне шамамен бір ас қасықтай сұйық май құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Біздің қамырымыз көтеріліп дайын болды. Екіге бөлеміз. Яғни бір бөлігін үлкендеу, бір бөлігін кішірек қылып, күлше жасап дайындап қоямыз. Енді үлкен қамырымызды алып жаямыз домалақ етіп. Сөйтіп духовканың лесісіне осылай жайғастырамыз. Екінші қамырымызды жайып дайындап қоямыз. Салмамызды салып, үстіне екінші қамырды қойып, біріктіреміз. Әртүрлі біріктірсеңіздер болады, мен осылай видеода көрсеткендей өріп шықтым. Және үстінен тесіктер жасап шықтым. Осындай құрылғымен. Сіздер үйде шанышқымен, яғни вилкамен жасап шықсаңыздар болады. Үстіне жұмыртқа жағып шығамыз. Және ақ қара кунжуттарды себеміз. Сөйтіп духовкаға 160-170 градусқа шамамен 40-45 минутқа пісуге қоямыз. Сіздерде осындай керемет ауызбен айтып жеткізе алмайтын сондай дәмді етті бәліш пісіп шығады. Жасап көрсеңіздер, еш өкінбейсіздер. Және менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды өтінемін. Алда да қажетті ақпараттармен бөлісе отырамын. Рахмет. Сау болыңыздар, ас болсын.